кешер құрметті көрермендер, ұлттық арнада түнгі студия бағдарламасы бәрі дайын. Түнгі студия бағдарламасын кеттік. Құрметті көрермендер, бүгін бір ерекше көңіл күйде отырған сияқтысыздар. Бұл дұрыс, өйткені адам күлімдеп жүру керек. Ол адамға әрқашан барлық жағынан пайдалы. Зерттеу жүргізетін арнайы сараптама орталығы дүние жүзі бойынша ғаламтор арқылы Инстаграмдағы 150 миллион суреттерге қарап, ең көп күлімдеп жүретін, яғни ең бақытты елдерді анықтапты. Азия елдері бойынша Филиппин мемлекеті 46 ұпаймен, балмен бірінші орынға ие болса, Қазақстан 39-6 ұпаймен екінші орынға жайғасты. Қошеметтеріңіз, құрметті достар, бұл дегеніміз Қазақстан мемлекеті, Қазақстан халқы бүкіл Азия бойынша ең бақытты халықтарының бірі деп саналады. Ары қарай оқитын болсақ, үшінші орында Лаос, Түркия, Мьянма, Таиланд, Израиль, Бангладеш деп жалғаса береді екен. Мен ойымша бұл сараптаманы сенбі, жексенбі күндері, мысалға той күндері жасаса, немесе айлық алған күндері. Біз бірден бас жүлдені ұтып алатын сияқтымыз. Бүкіл әлем бойынша. Осы айлық күндері түсірсе. Өйткені бізде айлық, ең жоғары айлық бізде ғой дүние жүзі бойынша. Сонымен мысалы мынандай суреттерді бірге тамашалайық. Осыны әрден көтеріңкі көңіл күйде жүрейік, құрметті қазақстандықтар. Енді арғарай шоуымызды жалғастырайық. Бүгінгі қонағымыз өте ерекше. Себебі ол тек қана Қазақстанда танымал емес, сонымен бірге Ресейде, Өзбекстанда, Тәжікстанда, Қырғызстанда бір саусағым қалып қойды ғой. Бір сөзбен айтқанда керемет әнші. Керемет әнші. Кім туралы айтып отырғанды білген шығарсыздар? Жоқ, ол кісінің Тәжікстанда танымайды ғой. Тағы кім? Талғат Жораханов? Жоқ, тағы да? Ол кім? Ол мен ғой. Керемет қошемет жігітімен кетті. Жоқ, жарайды, өзім айтайын. Бүгін біздің студиямызда қонақта әнші, актриса, Мыңбіртін ертегісіне келгендей нағыз шығыстың ару қызы Шахзода. Қарсы алыңыздар. Студия бағдарламасына қош келдіңіз. Сізге нағыз қазақтың раушан гүлі. Сіз келеді деп арнайы Голландиядан алдырттық. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Мен сіздерге сыйлықпен келдім. Ренжімесеңіздер, мен бағдарламаны өзім бастап кеттім. Жайды, онда сценарий керек емес, онда сіз бастай беріңіз бағдарламаны. Жарайды. Дело в том, что өткен жылы жеке әнгешім болған. Менің жыл сайын Ташкентте концерт беруім үрдіске айналып кеткен десем де болады. у себя в Ташкенте, в Узбекистане даю. Сол Ташкенттегі ұлттар достығы спорт сарайында болған концертімнің бейне нұсқасын және ән жинағымды сыйлағым келіп отыр. Видеоверсию. Рахмет. И аудиоальбом. Рахмет сыйлығыңызға, өте керемет. Біз енді ешкімге айтпасақ та қонақтарымыз қазір сыйлық алып келетін болыпты. Кәдімгідей Ресейдегі бағдарлама бар ғой, Польшада сияқты. Мен ойладым, қазір сізбен осы дискімен тағы да. Енді кейбір қонақтар енді жаз келе жатыр, қауын алып келетін шығар кейбір қонақтар. Қазақстанға, елордамыз Астанаға қош келдіңіз. Осы қалада жиі болып тұрасыз ба? Астана қалай сізді күтіп алады? Осы туралы айтып берсеңіз. Білесіз бе, бұрындары көп келетінмін, бірақ қазір екінші рет ана атанғаннан соң гастрольдік сапардан сәл қол үзіп қалдым. Ал қазір қайтадан гастрольдік жұмысымды жаңғыртып алғаш болып сіздердің бағдарламаларыңызға арнайы келдім. Кішкентай балаңыздың есімін кім деп қойдыңыз? Халид. Халид.
Халид үлкен азамат болып өссін, бақытты болсын, шын жүректен құттықтаймыз, бауы берік болсын. Енді біз жаңағы Астана туралы айтып жатырмыз, Шахзода, осы Астанада сізге көбісі не ұнайды сізге? Қай ғимарат ұнайды? Осы Астана қаласында. Ой, мне нравится очень много зданий, и я не знаю, обижу я вас с этим или нет, но... Маған барлық ғимараттар ұнайды. Шынымды айтсам, кей кездері Дубайға да ұқсатамын. Себебі бой көтеріп жатқан ғимараттар өте көп. Өте тамаша, әдемі қала. Қатты таңдандыратыны бұл қаланың қарқынды және жылдам дамып келе жатқандығы. Бір жыл алдын болған едім. Я была год назад, наверное, последний раз в Астане. Араға бір жыл салып келгенде қатты өзгеріс болғандығын байқадым. Бірақ ауа райынан қатты қорқамын. У вас это погода. Погода? Да. Ауа райы бізде Дубайдағыдай ғой, жазда. 3 күн. Жарайды, енді біз Астана туралы айтатын болсақ, бұл өте бір әлем бойынша бір ерекше қала, өйткені бұл жерде Астана қаласында күзде жаңбыр жауады, Лондондағыдай құйып жауады енді. Ал қыста суық, мысалға Швецияның Стокгольмі сияқты, көктемде бәрі құлпырып кетеді Париждегідей. Ал жазда Астанада Ташкент. Ыстық. Сондықтан да Астанаға жазда келсеңіз, өзіңізді үйдегідей сезінесіз. Енді бізде келген қонақтарға кішігірім сыйлығымыз бар. Сіз жаңа Астанамызды, елордамызды мақтап жатсыз. Сол сізге мінекей кішігірім Астананың символы бәйтеректі сізге сыйға тартамыз. Бәйтерек Астананың символы, бұл 97 метрлік. Дұрыс қой, білесіз бе, неге 97 метр? Почему? Өйткені 97 жылы Алматыдан Астанаға көшті. Қазақстанның қандай басқа қалаларында болдыңыз? Шымкенттен басқа? Аксубе, Актау, Атырау, Актау, Кызылорда, Караганда. Много, я просто боюсь забыть. Шахзода, енді қандай жаңалықтарыңыз бар шығармашылықта? Қандай киноға түсіп жатсыз? Концерттеріңіз қашан болады? Өзбекстанда, Қазақстанда, Ресейде? Ой, новостей очень много. Я буквально... Жаңалық өте көп. Бір жыл бұрын «О Мариам» кинофильмінің түсірілім жұмыстарын бітірдік. Бана кино туралы айтып кеттіңіз ғой, мен көп кино көре бермеймін, бірақ енді Фатима Зухра киносын енді Шымкент пен Таразда хит болды ол кино, иә? Осы кино туралы айтып берсеңіз, қалай түсірілді, қай жылдар түсірілді, өзіңізге ұнады ма осы кинодағы рөліңіз? Фатима Зухра был один из таких фильмов. Фатима Зухра фильмі тәрбиелік жағынан қыз баласының егде уақытта үйден жалғыз шықпау жайлы фильм десем де болады. Сәл ауырлау фильм. Мынадай қызықты оқиға болған болатын. Шешенстанға Грозно қаласына концертпен барған кезінде маған бір әйелдер келіп, мені құшақтап көз жастарына ерік беріп жатты. Мен айтамын, неге жылайсыздар, бұл жай кино ғой деп. Сөйтсем олар киноның соншалықты шыншыл көрінгендігін айтады. Поверили, я не знаю. Сізді осы Қазақстан режиссерлары шақыра ма киноға? Егер Бекмамбетов шақырса, қарсылығым жоқ. Әрине қызықты сценарий болса. Бұл бағдарламадан кейін міндетті түрде сізді шақырады. Енді осы Шахзода, сіздің жұмысыңыз жайлы айтсақ, сіз көптеген жылдар Ресейде жұмыс атқардыңыз, кіммен жұмыс істейсіз Ресейде, қандай продюсерлік орталықпен жұмыс істейсіз, осы туралы айтып берсеңіз. Сотрудничаем мы с Арманом Давлетьяровым. Сіздердің қандастарыңыз Муз-ТВ арнасының директоры Арман Давлетьяров мырзамен байланысып тұрамыз. Ал келісім шарт жөнінде айтар болсам, Ресейдің Gala Records компаниясымен жұмыс жасаймын. Қазіргі атауы Warner Music деп аталады. Warner Music. Да. Warner Music. Енді біз жаңа соңғы жылдар сіз Ресейде жұмыс істеп жатырсыз, сол жерде DJ Smash, сосын Қарадамалақ, Тимати сияқты әншілермен, жалпы олармен жұмыс істеу қалай екен? Мы снимали клип в Лос-Анджелесе между ними. Біз Лос-Анджелесте «Аспан мен жер арасында» деп аталатын әнімізге бейнеклип түсірген болатынбыз. Режиссері Павел Худяков пен жұбайы Карнеля болатын. Мы обедали. Сол кісілермен түскі ас ішіп отырып, осы әнге қандай өзгерістер жасауға болады деп ақылдасқан болатынбыз. Ән негізінен қайырмадан тұрады. Потому что она состоит в основном из припевов. Әсіресе сол қайталана беретін 4 қатардан. Сол кезде DJ Smash атымен танымал Андрей Тиматиға хабарласып ұсыныс тастады. К моему удивлению, он очень спокойно отреагировал. Ол ұсынысты қабылдап, бір аптадан соң осы әнді жазып шығардық. И буквально через неделю мы записали этот трек.
Тимотимен жұмыс жасау ол денеге қауіпті дейді ғой. Өйткені мысалға, мінекей Тимоти. Дұрыс па? Тимоти, қазір мінекей алдарыңызда Лепс. Бұл Лепс Тимотимен жұмыс істемейтін кезі ғой. Әлі жұмыс істемеген, ал қазір мен Лепсті көрсетемін. Тимотимен бірге ән айтқаннан кейін өзгеріп кетті. Егер де Лепс, мен ойлаймын да, егер де 10 шақты ән жазған кезде Тимотимен денесінде бос орын болмайтын еді. Сосын ойлап отырмын, бізде енді Қазақстанда керемет жұлдыздар егер Тимотимен өлең айтатын болса, мысалға Нұрлан Еспанов. Нұрлан осындай болатын беді. Нұрлан Еспанов біздің атақты композитор, біздің Тимоти. Айтпақшы, құрметті көрермендер, Шахзода 2010 жылы Нью-Йоркте өткен Big Apple Music Awards байқауында Орта Азия және Кавказ аймағының үздік әртісі деген номинациясын ұтып алды. Және сол 2010 жылы Мәскеудегі өткен World Fashion Awards байқауында DJ Smashпен бірге үздік бейнебаян атты номинацияны жеңіп алды. Шахзодаға қошемет. Осы жайлы айтып кетсеңіз, қалай өтті, Нью-Йорктан бастасаңыз? Маған ол тосын сый болды, себебі ол жерге мен қонақ ретінде шақырылған болатынмын. Ол номинацияны жеңіп алу ойымда да болмаған. Осы сіздің репертуарыңызда қазақша Арман деген әніңіз бар. Бұл ән Арман Давлетьяровқа ешқандай қатысы жоқ шығар? Жоқ, бұл ән ол жайлы емес. Сізде мысалы жақында орыс тілді альбом шығыпты, дұрыс қой? Орыс тілінде альбом шықты. Шын жүректен құттықтаймыз. Спасибо. Өзбек тілінде альбом бар. Да. Енді қазақ тілінде де альбом шығарып, сізді осы концерттермен Қазақстанда күтеміз. Дай бог, если... Ол маған мәртебе болар еді. Егер сіздердің отандық композиторларыңыз маған тамаша әндер жазып берер болса, қуана шығарамын. Неге шығармасқа? Почему бы и нет? Құрметті композиторлар, хабарласыңыздар. Мен бағана Арман Давлетьяров туралы айтып жатырмыз ғой. Мен бір сізге диск беріп жүрсем бола ма? Сіз Арманды көресіз ғой Мәскеуде. Осы дискті Арманға беріп жіберіңізші. Міндетті түрде. Муз-ТВ-дан ротация жасасын. Бұл жаңағы видеоклип қой, біз жігіттермен караокеде өлең айтқанбыз. Соны біз түсірдік, жақсы клип шыққан сияқты. Сосын ондай конверт хат бар, қазір оқып жүрейін, тексеріп жүрейін не жазғанымды. Аха. Ішінше жазбаппын ғой. Жарайды, оны кейіннен жазып жіберем. Жазайын деген ғой, Арман мырза, мынау біздің клипімізді Муз-ТВ-дан ротацияға жіберіңіз, қазақпыз ғой деген сияқты. Міндетті түрде бересіз ғой. Обязательно. Өте жақсы клип. Обязательно. Өзім түстім, ән өзім жазым десем да. Жарайды, қошеметтеріңіз құрметті достар, ары қарай жалғастырайық. Енді Шахзода, Қазақстанда біздер Өзбекстанның мынандай әншілерін білеміз. Мысалға, Ялла, Юлдуз Усманова, Шахзода, DJ Пилигрим, бір саусақ қалып қойды. Өте керемет әншісіздер. Мен сұрайын деген, Өзбекстанда біздің Қазақстан жұлдыздарының кімді білесіздер? Я знаю. Әрине, көптеген адамдарды білемін. Мен Дильназ Ахмадиеваны білемін. Жұмыс барысында байланысып Қазақстанда кездесіп тұрамыз. Кайрат. Нұртас. Кайрат Нұртас, да. 101 группасы бұрын аттары солай болатын, қазір өзгермесе. Қазір... Ринго, по-моему. Нет, 101, Ринго, Иван Бреусов. Да, Иван Бреусов. 101, қазір 102. Енді олар дамып келе жатыр деген. Енді көптеген Өзбекстанда, енді сіз танисыз ғой жұмыс арқылы. Өзбекстанда тани ма өзбек халқы біздің жұлдыздарды? Конечно, знают. У вас замечательный... Әрине, ең бастысы Роза Рымбаеваны жақсы танимыз. Ондай тамаша дауыс иесін танымау мүмкін емес. Замечательный исполнители, замечательными голосами. В первую очередь, конечно же, знают. Онан соң сіздерден шыққан студия тобын жақсы танимыз. Жаңа сіз өмірбаяңыз туралы айтып кететін болсақ, сіз Өзбекстанда дүниеге келіп 9 жасыңызға дейін Мәскеуде тұрдыңыз. Дұрыс қой? Да. Содан кейін қайтып Ташкентке көшіп келдіңіз. Дело в том, что... Менің әкем философия ғылымдарының докторы. Ол Мәскеуде МГУ-ды бітірген.
Мен өмірге келген жылдары әкем МГУ-дың аспирантурасына түскен екен. Сол себепті әкем оқуын бітіргенше біршама жыл Мәскеуде өмір сүрдік. Сіздің өміріңіз мен өміріме ұқсайды екен. Сізде жаңа Ташкентте дүниеге келіп, 9 жасыңызға дейін Мәскеуде өмір сүрдіңіз. Мен де солай, Лос-Анджелесте тұрып, 9 жасында шерге келдім. Жоқ, қалжың айтамын, мен Лос-Анджелесте емес, Торонтодан. Енді менде бағдарламаның өзі форматы бойынша әр 1,5 минутта әзіл айтып тұруым керек Шахзода. Сізде енді сахнаға шыққан кезде әр 3 минут сайын өлең айтасыз, сол сияқты мен де әзіл айтып тұруым керек. Сонымен құрметті достар, құрметті Шахзода, біздің электронды поштамызға көрермендерден хат келеді, сол хатқа көңіл аударайық. Құрметті Шахзода ханым, мен сіздің әндеріңізді өте қатты ұнатамын. Ұнатқаным соншалықты сіздің әндеріңіздің арқасында өзбек тілін меңгеріп алдым. Атымды да өзгерттім, енді мен Шерхан емеспін, енді мен Зилол ханмын дейді. Бірақ сіз көптеген концерттеріңіз Өзбекстанда болады. Сіздің концерттеріңізді жіберіп алмас үшін Өзбекстанға көшейін деп жатырмын. Сұрайын деген жұмыс тапқанша Ташкентте сіздің үйіңізде тұруға рұқсат бересіз бе? Осындай сұрақ қойыпты. Не деп жауап бересіз? Я хочу сказать, что вообще Узбекистан... Мен айтқым келеді. Негізінен Өзбекстан өте қонақжай ел. Қай кезде де келген қонақты жайдары қарсы алады. Сондықтан қуана қарсы аламыз. Сосын ол есімін де өзгертті, Зилол ханым деп. Зилол хан? Неге екенін білмей отырмын мен. Неге олай өзгертті? Потому что Шахзода... Себебі Шахзода ол менің лақап атым. А зовут меня Зилола. Ал шын есімім Зилола. Зилола, түнгі студияға қош келдіңіз. My name is Нұрлан. Енді біздің бағдарламада керемет Айдар бар. Біз келген қонақтармен ойын ойнаймыз. Енді сізбен ойын ойнауға бола ма? Сіз ойын ойнайсыз ба? Қалай қарайсыз ойынға? Смотря какая игра. Мысалға шпагат десең. Жарайды, әзіл ғой. Қазір ол ойынды мен қандай екенін білмеймін. Сондықтан білу үшін мен ортаға әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижанов Дәулетті қошеметпен қарсы алайын. Шахзода, Нұрлан мырза, сіздерді ортаға шақырамын. Ойынды бастап жіберейік. Керемет көңіл күймен осындай. Келіңіз. Шахзода, сіздің келгеніңізге юдаям қосамын. Сізді кішкентай кезінде қошықларыңызды тыңдап рақысқа түскенмін. Юдаям кайфиятын көтеріліп, юдаям күшті болып тұратын. Рахмет. Сізге юдаям кәтті рахмет. Қошеметтеріңіз Шахзода. Сөйлемегелі біраз болды өзбекше. Ойын шартын түсіндірейін. Қазір сіздерге... Сізді төрге шақырып... Әншілік көріп қоясыздар ғой сіздерге. Сіздердің, Шахзода, сіздің әншілік қасиетіңізден бөлек, актрисалық қасиетіңізден бөлек, сурет салу өнеріңізді тамашалайтын боламыз. Әрине ол ойын арқылы. Қазір сіздерге сурет беремін. Мәселен, Нұрлан мырза, сізге бір суретті беремін, сіз суретті көріп аласыз, оны Шахзода ханым көрмейді. Сіз суретті көріп аласыз, сосын оны түсіндіресіз. Ол былай. Сөзсіз, тек қана қимылмен. Сіз не түсіндіңіз, соны саласыз. Түсінікті. Түсінді. Өзбекше айтым көрейін. Нема көресіз, соны саласыз. Хоп. Хоп. Сонымен бастаймыз ба? Бастайық, қошеметтеріңіз болсын. Онда мен бірінші бастаймын. Иә, солай. Болған дұрыс шығар дейсіз. Сізде бар ғой қалам? Сурет салады. Бар. Сонымен, Нұрлан мырза. Салып біткенше. Қалай берсеңіз болады. Сіз түсіндіре беріңіз, салып біткенше. Күлсеңіз болады. Түсіндім,
түсіндім дейді. Қазір көрермендерімізге көрсетеміз, сосын біз бұны талқылайтын боламыз. Браво. Келіңіз. Ұқсай ма? Түсіндіңіздер ме жалпы? Иә. Бірақ мен не сияқты? Bir тістелген самса сияқты. Иә? Bir тістеп қойып қойған самса сияқты. Немесе... Менің ойымша өте керемет. Иә, ұқсап тұр ғой, бірақ өте бір андай жалқау, тікен тарамайтын кірпі сияқты. Айқасып қойған. Бірақ тапты. Не сурет екенін таптыңыз. Керемет. Қалай қоштаймыз? Енді сіздің актрисалық қасиетіңізді көретін боламыз. Сізді алдыға шақырам. Дайынсыздар ғой? Деп отырып. Сізге түсінікті ғой? Иә, түсінікті ғой. Сіз 2-3 нұсқасын салсаңыз да болады. Сізге уақыт бар. Аха, жарайды. Тағы да көп қой айтасың. Тағы да сізге айтасың. Түсіндіріп жатыр. Тағы да түсіндіресіз ғой, түсінбей жатыр. Болды ғой. Бабочка-терминатор. Я. Мутант. Бабочка-натор. Бабочка-терминатор. Да, бабочка-натор. Көбелек-натор. Көбелектің аяғы бар шығар енді? Неге бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа? Жоқ, мен Дәулет есептеген жоқ. Сіз көбелекті өмірлік көзқараспен солай көресіз бе? Осылай тұратын. Жоқ, ойламайын, түгі студиядағы көбелек деп енді. Бәрін үшеуміз тұрып тұрмыз, сондықтан аяғын салып. Мына қанатына сіз өз қолтаңбаңыз қалдырсаңыз болады, сіз мына қанатына қолтаңбаңызды автограф. Сонымен кім студияда? Нұрлан Қоянбаев, Шахзода өз. Сізге әдемі екен, мен қоймай қойын да. Қойсаңыз болады. Я хочу признаться, я на самом деле рисовала... Мен шынымды айтайын, мен негізі дикобразды салған болатынмын. Жоқ, бізде осындай ежіктер де бар Қазақстанда. Мен көргем. Ол алыста, мен білмеймін. Қарны аш ежіктер осылай жүреді бізде. Тез жүреді олар тамазды. Не деген шыншыл әншісіз, шындығын айтты. Жасауға болады деп ақылдасқан болатынбыз. Ән негізінен қайырмадан тұрады. Потому что она состоит в основном из припевов. Әсіресе сол қайталана беретін 4 қатардан. Сол кезде диджей Смэш атымен танымал Андрей Тимотиға хабарласып ұсыныс тастады. К моему удивлению, он очень спокойно Ол ұсынысты қабылдап, бір аптадан соң осы әнді жазып шығардық. И буквально через неделю мы записали этот трек. Тимотимен жұмыс жасау, ол денеге қауіпті дейді ғой. Өйткені мысалға, мінеке Тимоти. Дұрыс па? Тимоти, қазір мінеке алдарыңызда Лепс. Бұл Лепс Тимотимен жұмыс істемейтін кезі ғой. Әлі жұмыс істемеген, ал қазір мен Лепсті көрсетемін. Тимотимен бірге ән айтқаннан кейін өзгеріп кетті. Егерде Лепс мен ойлаймын да, егерде 10 шақты ән жазған кезде Тимотимен денесінде бос орын болмайтын еді. Сосын ойлап отырмын, біз енді Қазақстанда керемет жұлдыздар егер Тимотимен өлең айтатын болса, мысалға Нұрлан Еспанов. Нұрлан осындай болатын беді. Нұрлан Еспанов біздің атақты композитор, біздің Тимоти.
Айтпақшы, құрметті көрермендер, Шахзода 2010 жылы Нью-Йоркте өткен Big Apple Music Awards байқауында Орта Азия және Кавказ аймағының үздік әртісі деген номинациясын ұтып алды. Және сол 2010 жылы Мәскеудегі өткен World Fashion Awards байқауында DJ Smashпен бірге үздік бейнебаян атты номинацияны жеңіп алды. Шахзодаға қошемет. Осы жайлы айтып кетсеңіз, қалай өтті, Нью-Йорктан бастасаңыз? Маған ол тосын сый болды, себебі ол жерге мен қонақ ретінде шақырылған болатынмын. Ол номинацияны жеңіп алу ойымда да болмаған. Осы сіздің репертуарыңызда қазақша Арман деген әніңіз бар. Бұл ән Арман Давлетьяровқа ешқандай қатысы жоқ шығар? Жоқ, бұл әні ол жайлы емес. Сізде мысалы жақында орыс тілді альбом шығыпты, дұрыс қой? Орыс тілінде альбом шықты. Шын жүректен құттықтаймыз. Спасибо. Өзбек тілінде альбом бар. Да. Енді қазақ тілінде де альбом шығарып, сізді осы концерттермен Қазақстанда күтеміз. Дай бог, если... Ол маған мәртебе болар еді. Егер сіздердің отандық композиторларыңыз маған тамаша әндер жазып берер болса, қуана шығарамын. Неге шығармасқа? Почему бы и нет? Құрметті композиторлар, хабарласыңыздар. Мен бағана Арман Давлетьяров туралы айтып жатырмыз ғой. Мен бір сізге диск беріп жүрсем бола ма? Сіз Арманды көресіз ғой Мәскеуде. Осы дискті Арманға беріп жіберіңізші. Міндетті түрде. Музтойдан ротация жасасын. Бұл жаңағы видеоклип қой, біз жігіттермен караокеде өлең айтқанбыз. Соны біз түсірдік, жақсы клип шыққан сияқты. Сосын ондай конверт хат бар, қазір оқып жіберейін, тексеріп жіберейін не жазғанымда. Аха. Ішінсе жазбаппын ғой. Жарайды, оны кейіннен жазып жіберем. Шахзода Күндіз бағдарламасына қош келдіңіз. Сізге нағыз қазақтың Раушан гүлі. Сіз келеді деп арнайы Голландиядан алдырттық. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Мен сіздерге сыйлықпен келдім. Ренжімесеңіздер, мен бағдарламаны өзім бастап кеттім. Жарайды, онда сценарий керек емес, онда сіз бастай беріңіз бағдарламаны. Жарайды. Дело в том, что... Өткен жылы жеке әнгешім болған. Менің жыл сайын Ташкентте концерт беруім үрдіске айналып кеткен десем де болады. У себя в Ташкенте, в Узбекистане даю... Сол Ташкенттегі ұлттар достығы спорт сарайында болған концертімнің бейне нұсқасын және ән жинағымды сыйлағым келіп отыр. Видеоверсию. Рахмет. И аудиоальбом. Рахмет сыйлығыңызға, өте керемет. Бізде енді ешкімге айтпасақ та қонақтарымыз қазір сыйлық алып келетін болыпты. Кәдімгідей Ресейдегі бағдарлама бар ғой, Польшада сияқты. Мен ойладым, қазір сізбен осы дискімен тағы да. Енді кейбір қонақтар енді жаз келе жатыр, қауын алып келетін шығар кейбір қонақтар. Қазақстанға, елордамыз Астана қош келдіңіз. Осы қалада жиі болып тұрасыз ба? Астана қалай сізді күтіп алады? Осы туралы айтып берсеңіз. Білесіз бе, бұрындары көп келетінмін, бірақ қазір екінші рет ана атанғаннан соң гастрольдік сапардан сәл қол үзіп қалдым. Ал қазір қайтадан гастрольдік жұмысымды жаңғыртып алғаш болып сіздердің бағдарламаларыңызға арнайы келдім. Кішкентай балаңыздың есімін кім деп қойдыңыз? Халид. Халид үлкен азамат болсын, бақытты болсын, шын жүректен құттықтаймыз, Бауырберік болсын. Енді біз жаңағы Астана туралы айтып жатырмыз, Шахзода, осы Астанада сізге көбісі не ұнайды сізге? Қай ғимарат ұнайды? Осы Астана қаласында. Ой, мне нравится очень много зданий, и я не знаю, обижу я вас этим или нет, но... Маған барлық ғимараттар ұнайды. Шынымды айтсам, кей кездері Дубайға да ұқсатамын. Себебі бой көтеріп жатқан ғимараттар өте көп. Өте тамаша, әдемі қала. Қатты таңдандыратыны бұл қаланың қарқынды және жылдам дамып келе жатқандығы. Бір жыл алдын болған едім. Я была год назад, наверное, последний раз в Астане. Араға бір жыл салып келгенде қатты өзгеріс болғандығын байқадым. Бірақ ауа райынан қатты қорқамын. У вас это погода. Погода? Да. Ауа райы бізде Дубайдағыдай ғой, жазда.
3 күн. Жарайды, енді біз Астана туралы айтатын болсақ, бұл өте бір әлем бойынша бір ерекше қала, өйткені бұл жерде Астана қаласында күзде жаңбыр жауады, Лондондағыдай құйып жауады енді. Ал қыста суық, мысалға Швецияның Стокгольмі сияқты, көктемде бәрі құлпырып кетеді Париждегідей. Ал жазда Астанада кешер құрметті көрермендер, ұлттық арнада түнгі студия бағдарламасы бәрі дайын. Түнгі студия бағдарламасын кеттік. Құрметті көрермендер, бүгін бір ерекше көңіл күйде отырған сияқтысыздар. Бұл дұрыс, өйткені адам күлімдеп жүру керек. Ол адамға әрқашан барлық жағынан пайдалы. Зерттеу жүргізетін арнайы сараптама орталығы дүние жүзі бойынша ғаламтор арқылы Инстаграмдағы 150 миллион суреттерге қарап, ең көп күлімдеп жүретін, яғни ең бақытты елдерді анықтапты. Азия елдері бойынша Филиппин мемлекеті 46 ұпаймен, балмен бірінші орынға ие болса, Қазақстан 39-да 6 ұпаймен екінші орынға жайғасты. Қошеметтеміз, құрметті достар. Бұл дегеніміз Қазақстан мемлекеті, Қазақстан халқы бүкіл Азия бойынша ең бақытты халықтарының бірі деп саналады. Ары қарай оқитын болсақ, үшінші орында Лаос, Түркия, Мьянма, Таиланд, Израиль, Бангладеш деп жалғаса береді екен. Мен ойымша бұл сараптаманы сенбі, жексенбі күндері, мысалға той күндері жасаса, немесе айлық алған күндері. Біз бірден бас жүлдені ұтып алатын сияқтымыз. Бүкіл әлем бойынша. Осы айлық күндері түсірсе. Өйткені бізде айлық ең жоғары айлық бізде ғой дүние жүзі бойынша. Сонымен мысалы мынандай суреттерді бірге тамашалайық. Осыны әрден көтеріңкі көңіл күйде жүрейік, құрметті қазақстандықтар. Енді арғарай шоуымызды жалғастырайық. Бүгінгі қонағымыз өте ерекше. Себебі ол тек қана Қазақстанда танымал емес, сонымен бірге Ресейде, Өзбекстанда, Тәжікстанда, Қырғызстанда бір саусағым қалып қойды ғой. Бір сөзбен айтқанда керемет әнші. Керемет әнші. Кім туралы айтып отырғанды білген шығарсыздар? Жоқ, ол кісіні Тәжікстанда танымайды ғой. Тағы кім? Талғат Жораханов? Жоқ, тағы да? Ол кім? Ол мен ғой. Керемет қошемет жігітімен кетті. Жоқ, жарайды, өзім айтайын. Бүгін біздің студиямызда қонақта әнші, актриса, Мыңбіртін ертегісіне келгендей нағыз шығыстың ару қызы Шахзода. Қарсы алыңыздар. Ыстық. Сондықтан да Астанаға жазда келсеңіз, өзіңізді үйдегідей сезінесіз. Енді бізде келген қонақтарға кішігірім сыйлығымыз бар. Сіз жаңа Астанамызды, елордамызды мақтап жатсыз. Сол сізге мінекей кішігірім Астананың символы бәйтеректі сізге сыйға тартамыз. Бәйтерек, Астананың символы, бұл 97 метрлік. Дұрыс қой, білесіз бе, неге 97 метр? Почему? Өйткені 97 жылы Алматыдан Астанаға көшті. Қазақстанның қандай басқа қалаларында болдыңыз? Шымкенттен басқа? Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қызылорда, Қарағанды. Много, я просто боюсь забыть. Шахзода, енді қандай жаңалықтарыңыз бар шығармашылықта? Қандай киноға түсіп жатсыз? Концерттеріңіз қашан болады? Өзбекстанда, Қазақстанда, Ресейде? Ой, новостей очень много. Я буквально... Жаңалық өте көп. Бір жыл бұрын «О Мариам» кинофильмінің түсірілім жұмыстарын бітірдік.
Бағана кино туралы айтып кеттіңіз ғой, мен енді көп кино көре бермеймін, бірақ енді Фатима Зухра киносын енді Шымкент пен Таразда хит болды ол кино, иә? Осы кино туралы айтып берсеңіз, қалай түсірілді, қай жылдар түсірілді, өзіңізге ұнады ма осы кинодағы рөліңіз? Фатима Зухра был один из таких фильмов. Фатима Зухра фильмі тәрбиелік жағынан қыз баласының егде уақытта үйден жалғыз шықпауы жайлы фильм десем де болады. Сәл ауырлау фильм. Мынадай қызықты оқиға болған болатын. Шешенстанға Грозно қаласына концертпен барған кезінде маған бір әйелдер келіп, мені құшақтап көз жастарына ерік беріп жатты. Мен айтамын, неге жылайсыздар, бұл жай кино ғой деп. Сөйтсем олар киноның соншалықты шыншыл көрінгендігін айтады. Сізді осы Қазақстан режиссерлары шақыра ма киноға? Егер Бекмамбетов шақырса, қарсылығым жоқ. Әрине қызықты сценарий болса. Бұл бағдарламадан кейін міндетті түрде сізді шақырады. Енді осы Шахзода сіздің жұмысыңыз жайлы айтсақ, сіз көптеген жылдар Ресейде жұмыс атқардыңыз, кіммен жұмыс істейсіз Ресейде, қандай продюсерлік орталықпен жұмыс істейсіз, осы туралы айтып берсеңіз. Сотрудничаем мы с Арманом Давлетьяровым. Сіздердің қандастарыңыз Муз-ТВ арнасының директоры Арман Давлетьяров мырзамен байланысып тұрамыз. Ал келісім шарт жөнінде айтар болсам, Ресейдің Gala Records компаниясымен жұмыс жасаймын. Қазіргі атауы Warner Music деп аталады. Warner Music. Да. Warner Music. Енді біз жаңа соңғы жылдар сіз Ресейде жұмыс істеп жатырсыз, сол жерде DJ Smash, сосын Қарадамалақ, Тимати сияқты әншілермен, жалпы олармен жұмыс істеу қалай екен? Мы снимали клип в Лос-Анджелесе между ними. Біз Лос-Анджелесте «Аспан мен жер арасында» деп аталатын әнімізге бейнеклип түсірген болатынбыз. Режиссері Павел Худяков пен жұбайы Карнеля болатын. Мы обедали. Сол кісілермен түскі ас ішіп отырып, осы әнге қандай өзгерістер? Деген ғой, Арман мырза, мынау біздің клипімізді Муз-ТВ-ден ротацияға жіберіңіз, қазақпыз ғой деген сияқты. Міндетті түрде бересіз ғой? Обязательно. Өте жақсы клип. Обязательно. Өзім түстім, ән өзім жазым десем да. Жарайды, қошеметтеріңіз, құрметті достар, ары қарай жалғастырайық. Енді Шахзода, Қазақстанда біздер Өзбекстанның мынандай әншілерін білеміз. Мысалға, Ялла, Юлдуз Усманова, Шахзода, DJ Пилигрим, бір саусақ қалып қойды. Өте керемет әншісіздер. Мен сұрайын деген, Өзбекстанда біздің Қазақстан жұлдыздарының кімді білесіздер? Я знаю. Әрине, көптеген адамдарды білемін. Мен Дильназ Ахмадиеваны білемін. Жұмыс барысында байланысып Қазақстанда кездесіп тұрамыз. Кайрат. Нұртас. Кайрат Нұртас, да. 101 группасы бұрын аттары солай болатын, қазір өзгермесе. Қазір... Ринго, по-моему. Нет, 101, Ринго, Иван Бреусов. Да, Иван Бреусов. 101, қазір 102. Енді олар дамып келе жатыр деген. Енді көптеген Өзбекстанда, енді сіз танисыз ғой жұмыс арқылы. Өзбекстанда тани ма өзбек халқы біздің жұлдыздарды? Конечно, знают. У вас замечательный... Әрине, ең бастысы Роза Рымбаеваны жақсы танимыз. Ондай тамаша дауыс иесін танымау мүмкін емес. Замечательный исполнители, замечательными голосами. В первую очередь, конечно же, знают. Онан соң сіздерден шыққан студия тобын жақсы танимыз. Жаңа сіз өмірбаяңыз туралы айтып кететін болсақ, сіз Өзбекстанда дүниеге келіп, 9 жасыңызға дейін Мәскеуде тұрдыңыз. Дұрыс қой? Да. Содан кейін қайтып Ташкентке көшіп келдіңіз. Дело в том, что... Менің әкем философия ғылымдарының докторы. Ол Мәскеуде МГУ-ды бітірген. Мен өмірге келген жылдары әкем МГУ-дың аспирантурасына түскен екен. Сол себепті әкем оқуын бітіргенше біршама жыл Мәскеуде өмір сүрдік. Сіздің өміріңіз мен өміріме ұқсайды екен. Сізде жаңа Ташкентте дүниеге келіп, 9 жасыңызға дейін Мәскеуде өмір сүрдіңіз. Мен де солай Лос-Анджелесте тұрып, 9 жасында шерге келдім. Жоқ, қалжың айтамын, мен Лос-Анджелесте емес, Торонтодан. Енді менде бағдарламаның өзі форматы бойынша әр 1,5 минутта әзіл айтып тұруым керек Шахзода. Сізде енді сахнаға шыққан кезде әр 3 минут сайын өлең айтасыз ғой, сол сияқты мен де әзіл айтып тұруым керек. Сонымен құрметті достар, құрметті Шахзода, біздің электронды поштамызға көрермендерден хат келеді, сол хатқа көңіл аударайық. Құрметті Шахзода ханым, мен сіздің әндеріңізді өте қатты ұнатамын. Ұнатқаным соншалықты сіздің әндеріңіздің
арқасында өзбек тілін меңгеріп алдым. Атымды да өзгерттім, енді мен Шерхан емеспін, енді мен Зилол ханмын дейді. Бірақ сіз көптеген концерттеріңіз Өзбекстанда болады. Сіздің концерттеріңізді жіберіп алмас үшін Өзбекстанға көшейін деп жатырмын. Сұрайын деген жұмыс тапқанша Ташкентте сіздің үйіңізде тұруға